Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге ең керемет болып шығатын барлығының сүйікті торттарының бірі Whoopie оригинал рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Ең бірінші сары майымыз бен шоколадымызды ерітіп аламыз водяной баняға. Мен Қазақстан шоколадын қолданамын. Міндетті түрде бөлме температурасындағы жұмыртқа болу керек. Оған қантымызды қосып, миксермен 2 есе көбейгенше миксерлаймыз. Оған ерітілген шоколадымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызға какао мен разрыхлительді салып, жақсылап үшеуін араластырып алып, 3 бөліктен салып, миксерлап, осындай жақсы қою тесті болып шығу керек. Пергамент қағаздарын дайындаймыз. Осылай 24 диаметрлі форма болса, осылай қысып, жақсылап 4 қағазды дайындап қоямыз. Дайын болған пергамент қағаздарымызға бірдей мөлшерде құйып шығамыз да, жақсылап жайып шығамыз. Содан кейін барып қызып тұрған пеште 170 градуста 5-6 минут пісіп шығады. Енді кремін дайындаймыз. Творожный крематыға маскарпонемізді қосып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Ең бірінші комок болмау үшін. Содан кейін сахарный пудрымызды салып, жақсылап араластырып, сливкімізді құйып, жақсылап араластырып крем болып шығады. Енді креміміз дайын. Осындай кондитерский пакеттерге 3 бөлікке бөліп, бірдей етіп салып қоямын. Мен насадка қолданған жоқпын. Қараңыздар, кондитерский мешокты осылай қайшымен кесіп жібердім де, подушканың астына крем жағып жібердім, коржды ұстап тұру үшін. Және осылай жақсылап кремімізді жағып шығамыз. Қараңыздар, осындай кондитерский мешокпен де жақсы форма шығаруға болады. Жақсы капелькалар шығып жатыр да, қараңыздар қыздар. Осылай қолданып көріңіздер. Насадка қолданбайда пісіруге болады. Қалған кремді ортасына жағып, осылай жақсылап жағып шығамыз. 3 корждарымызға да кремдерімізді жағып шықтық. Енді 4-ші коржымызды қоямыз. Енді ертілген ганажымызды бетіне осылай әдемілеп жағып шығамыз. Тортымыз дайын. Мен клубникамен әсемдедім. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдеуге болады. Қазір жазғы мезгілі болғандықтан осындай жеміс жидектермен әдемілеген өте әдемі болып көрінеді қыздар. Міндетті түрде осы оригинал рецептпен дайындап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Рахмет, астарыңыз дәмді болсын.